Сәлем достар! Айналамызда қызыққа толы мәліметтер өте көп. Сізбен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін қызықты мәліметтердің екінші бөлімін бірге қарастырамыз. Америкалықтар баланың тамағынан гөрі мысықтың тағамына көбірек қаражат бөледі. Португалияда жаңбыр жауған уақытта жұмысқа бармауға рұқсат етілген. Чау-чау тұқымдас иттің тілі қара түсті болады. Егер адамның мұрны 72 сағатқа бітеліп қалса, адам түстерді ажырату қабілетінен айырылады. Шоколад кезінде дәрі ретінде қолданылған. Адамдар ащы дәрілерді ішуге қиналатын. Сол себепті осы шоколадты ойлап тапты. Соның ішінде қара шоколадтың пайдасы өте көп. Ол тіс шегінің алдын алады. Флоридада есіктердің барлығы тек сыртқа қарай ашылады. Есіктердің бұл бағытта ашылуы адамдардың өрт кезінде далаға тез шығып кету үшін қарастырылған. Теңіз қарақшыларының көзі түнде жақсы көру үшін бір көзіне қара шүберек байлайды. Олар қара шүберек байланған көзін түнде шешіп, картаны және жолды анық көре алады. Әдетте ұлдардың көпшілігі күндіз, ал қыздардың көпшілігі түнде дүниеге келеді екен. 2001 жылы Евроодақ қызанақты көкөніс емес, жеміс деп белгілеген екен. Видеоның соңында сіздерге қызық толы арнасын ұсынамын. Сілтемесі төменде. Достар, мінекей 900 оқырманнан дастық. Ендігі мақсат 1000 оқырманға жету. Сондықтан біздің арнамызды достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал егер сіз бүгін дұрыс қадам арнасын бірінші рет көріп тұрған болсаңыз, онда біздің арнамызға тіркеліңіз. Бүгінге осы. Келесі видеода кездескенше.